Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен пекин капустасынан, яғни қырыққабаттан салат жасайтын боламын. Ол үшін пекин капустасының 2-3 дана жапырағын алып, оны майдалап тураймыз. Бұл салат тез дайын болады, әрі дәмді. Өздеріңіз де жасап көрсеңіздер болады. Келесіде жарты қызыл пиязды тураймыз. Және тәтті қызыл болгар бұрышының жартысы болса болады. Салаттың мөлшері 2 адамға арналған. Және 150 грамдай горох саламыз, яғни қалбырдағы бұршақ. Келесіде 100 грамм краб турап саламыз. Аскөктен, яғни укроптан шамалы турап жібереміз. Енді салаттың соусын дайындаймыз. Оған 3 шай қасық қаймақ, яғни сметана, жарты шай қасық қызыл бұрыш, жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық тұз және 1 шай қасық горчица. Бұл жерде горчицаның түйірлі дайыны қолданылады. Осы дайын болған соусымызды салатымызға салып, жақсылап араластырамыз. Міне, тез арада салатымыз да дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер.